Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қазір бізде әдебиеттік оқу сабағы. Бүгінгі біздің үлкен бөліміміз аталады демалыс, мәдениеті, мерекелер. Соның ішінде танысатын тақырыбымыз тәуелсіздік күні. Сабақтың мақсаты мәліметтерді түсіну, бағалауға қатысу, қажетті ақпаратты іздеу, табу, өз ойын жеткізу, барлық сұрақтарға дұрыс жауап беру. Балалар, назарымызды мына фотосуретке, портретке аударайық. Халықтың кемеліне келіп, өркендеп өсу үшін ең алдымен азаттық пен білім қажет деп айтқан Шоқан Уәлиханов. Шоқан Уәлиханов, балалар, қазақтың ұлы ғалымы, 19 ғасырдың екінші жартысында Қазақстанда туған демократтық, ағартушылық мәдениеттің тұңғыш өкілдерінің бірі, шығыстанушы, тарихшы, фольклоршы, этнограф, географ, ағартушы. Енді балалар, өз пікірлеріңді білдіріңдер. Сабақтың атауына мән беріңдер. Тәуелсіздік. Бұл қандай күн? Ой бөлісейік. Тамаша, балалар, өте жақсы, яғни ұлттық ру, теңдік, егемендік, патриотизм, бейбіт өмір, бостандық, осылардың барлығы бір сөзбен тәуелсіздік деп аталады. Ендеше, балалар, бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз Шәкәрім Құдайбердіұлының «Бостандық таңы» атты өлеңі. Шәкәрім Құдайбердіұлы 1858 жылы 1931 жылдары дүниеден озды. Ақын, жазушы, философ, тарихшы, композитор. Абаймен замандас әрі інісі, әрі ол негізін салған реалистік әдебиет дәстүрлерін алға апарушы ізбасары. Өзі өмір сүрген ортаның қоғамдық саяси және әлеуметтік сыр-сипаттарын кере білуде, қоғам мен адам табиғатындағы кемшіліктерді зерделеуде, туған халқына түзу жол көрсетуде Құдайбердіұлы Абай бағытын ұстанды. Ендеше «Бостандық таңы» атты өлеңін мұқият тыңдаңыздар. Бостандық таңы атты, қазағым көріңдер, арға ие басшының соңынан еріңдер. Таң артынан ақиқат күн шығады, еріншек, жалқаулық әдеттен безіңдер. Арамдық аразды түбімен жойыңдар, өтірік өсекті бір жола қойыңдар. Намыс, жігер бойына жиып қайрат, қажымай адалдық жағында болыңдар. Бірлік пен талапты еңбекке салыңдар, өнерлі елдерден өнеге алыңдар. Ақын тәуелсіз елдің балалары қандай болуы керек дейді? Дұрыс, өте орынды, балалар, жарайсыңдар. Нелерден аулақ бол дейді? Жақсы, тамаша. Енді балалар, мына кестені толтырып көрейік. Қандай жақсы әдеттер және жаман әдеттер болады? Ал енді тексерейік. Жақсы әдеттер: намыс, жігер, адалдық, бірлік, талап, еңбекқорлық, өнерлі. Ал жаман әдеттер: еріншек, жалқаулық, арамдық, араз, өтірік, өсек. Жарайсыздар. Енді балалар, үйде мына кестені толтырып, мұғалімға жіберулеріңді ұмытпаңдар. Сабақты балалар
бір сөзбен бағалау тәсілі арқылы өз пікірлеріңді бір сөз арқылы жеткізіңдер. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.